Армысыздар оқырмандар қауымы. Біржан ауданы Мамай ауылының кітапханашысы Қалмұратұлы Ердәулет. Біздің таңдауымыз жемқорлықсыз болашақ. Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысында қатты алаңдататыны анық. Елбасымыз өз сөзінде былай деп айтқан: болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде оларға жастайынан имандылық пен салауатты өмір сүруді саналарына сіңіре білсек, сонда ғана біз ұлттық рухы дамыған отанның гүлденуіне үлес қоса алатын азаматшаларды өсіре аламыз деген. Үлкен жетістік үлкен мақсаттан басталады. Елінің көркеюіне үлес қосып, ұлттық рухымызды асқақтатып, өзге ел алдында бәсекеге қабілетті ел болу үшін қажымас еңбек ету, іздену, саналы білім алу жастардың басты міндеті. Біз жастар жемқорлықсыз білімге талпынып, саяси сауатты, салауатты халқымыздың қалаулы азаматтары мен азаматшалары болып өсуге ұмтыламыз. Егер өзімізді Қазақстан Республикасының азаматы деп санап, кемелі келешегімізге жол ашпақ болсақ, осы дерттің тамырына балта шабуға өз үлесімізді сөзбен емес, іспен қосайық.